Қайырлы күн оқушылар, бүгін біздер етістіктің шақтары туралы айтамыз. Етістіктің шақ категориясы немесе шақ категориясы деп аталады жай ғана. Етістіктің негізгі категорияларының бірі шақ қимылдың жасалып жатқанын, келешекте жасалатынын, жасалып болғанын білдіреді. Іс-әрекеттің мезгілге, уақытқа байланысын көрсететін етістікке тән категория шақ деп аталады. Сонымен шақтың не екенін түсіндіңіздер деген ойдамын, яғни етістіктің қашан болғандығын, қимыл іс-әрекеттің қай уақытта, қай мезгілде, қай шақта, келер шақта, өткен шақта немесе болашақта болатындығын білдіретін етістіктің категориясы немесе етістіктің бір түрі деп айтсақ болады. Етістіктің ішіндегі бөлімі. Шақ түрлері үшке бөлінеді. Осы шақ дәл қазір, осы уақытта іс-әрекеттің болып жатқанын білдіреді. Өткен шақ, өткен тарихта, кеше өтіп кеткен қимыл іс-әрекет туралы айтылады. Және келер шақ, болашақта, болашаққа деген жоспар, қандай іс-әрекет ертеңнен бастап, арғы күн, болашақта, бір айдан кейін, бір жылдан кейін орындалатын болса, осының барлығы келер шаққа жатады екен. Осы шақ дегеніміз, осы шақ істің сөйлеп тұрған уақытта болып жатқанын көрсетеді. Мысалы, мен міне бір нәрсені айтып жатырмын, мен оқып жатырмын, мен оқып отырмын, мен оқып тұрмын, осының барлығы осы шаққа жатады. Мағынасына қарай осы шақ екі түрге бөлінеді. Нақ осы шақ және ауыспалы осы шақ. Қазір осы екеуі жөнінде айтамыз толықтырып. Нақ осы шақ іс-әрекеттің сөйлеуші сөзімен бір мезгілде орындалып жатқанын көрсетеді. Нақ осы шақ көбінесе отыр, тұр, жатыр, жүр, қалып етістіктер арқылы жасалады. Мысалы, оқып отыр, күліп тұр, ойнап жүр, ұйықтап жатыр. Бұл нақ осы шақ дегеніміз дәл қазір міне мен сөйлеп жатырмын, дәл қазір мен сөйлеп тұрмын, осы уақытта іс-әрекет болып жатыр деген сөз. Ауыспалы осы шақ істің қимылдың дағдылы түрде болып тұруын көрсетеді, яғни үнемі. Ауыспалы осы шақ түбірге көсемшенің айы, и жұрнақтары мен жіктік жалғауының жалғануынан жасалады. Мысалы, жаңбыр жауады. Бұл жерде а көсемшенің жұрнағы. Күн күркірейді, үнемі күркірейді. Күн бүгін ғана күркіреп, немесе ертең ғана күркіреп қоймайды. Үнемі жаңбыр жауғанда күн күркірейді. Мен айтамын, сен келесің, мен келіспеймін, орындаймын, тапсырамын, тағы басқа. Дәл осы форма мінекей етістіктің түбірі а, и көсемшенің жұрнағы және жіктік жалғауы, бұның барлығы ауыспалы осы шақ екен. Енді екінші келер шаққа тоқталсақ, келер шақ іс-әрекеттің сөйлеп тұрған мезгілден кейін орындалатынын білдіреді. Яғни бірінші біз сөйлейміз, содан кейін барып ертең, арғы күні іс-әрекет орындалады. Келер шақтың үш түрі бар. Болжалды келер шақ, будущее время. Мақсатты келер шақ және ауыспалы келер шақ. Болжалды келер шақ болашақта болатын іс-әрекет мен сенімсізбін, бірақ осылай болады-ау деп жоспарлаймын. Мақсатты келер шақ. Менің мақсатым осындай, яғни болмақ, осындай жүзеге аспақ, менің мақсатым осы келер шақтағы, болашақтағы. Және ауыспалы келер шақ бұл өте ұқсас, жаңағы осы шақтың ауыспалы келер шағына қазір бірге қарайық. Енді міне келер шақтың түрлері. Болжалды келер шақ іс-қимылдың орындалуын болжам түрінде көрсетеді. Болжалды келер шақ етістіктің түбіріне есімшенің ар, ер, және болымсыз етістікке с жұрнағы жалғану арқылы жасалады. Мысалы, қуанарсың, жетерсің, тоқырсың, болашақта, айтпас, сындырмас, келтірмес, өкпелетпеспін, немесе қуанарсың деп, яғни болжап тұр. Мақсатты келер шақ іс-қимылдың орындалуы мақсатты түрде айтылады. Мақсатты келер шаққа мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек жұрнақтары арқылы жасалады. Мысалы, мақсат дегенде жаттап алсаңыздар болады. Мақсатты келер шақ түбірі мақ, мек өте ұқсайды жұрнақтары атқа. Мысалы, тапсырмақ, ол болашақта емтихан тапсырмақ, мақсаты сондай. Тіл үйренбек, оның мақсаты сондай. Келіспек, ақылдаспақ, сұранбақ, келтірмек. Бұның барлығы мақсаты келер шақ. Ауыспалы келер шақ іс-әрекеттің орындалуын бірде осы шақтың, бірде келер шақтың мағынасында көрсетеді.
ауыспалы келер шақ сол сөйлемдегі мезгіл мәнді сөздер арқылы айқындалады. Мысалы, мына жерде стрелканы көрсетіп қойдым сіздерге оқушылар. Ауыспалы келер шақ пен ауыспалы осы шақтың айырмашылығы неде? Екеуінің формасы бірдей, тек қана ауыспалы келер шақта ертең, биыл, кешке деген сияқты немесе басқа да болашақты білдіретін үстеулер тұруы керек. Мысалы, мен мектепке барамын. Бұл ауыспалы осы шақ. Неліктен? Өйткені мен мектепке барамын. Бұл жерде мен ылғи мектепке баратындығым жөнінде айтылып тұр. Мен үнемі барам. Тек қана бүгін барып қоймаймын. Мен кешке барып қоймаймын. Ертең бармаймын. Тек қана мен үнемі барам. Мысалы, сен өзі не істейсің деген сұраққа, мен мектепке барам. Мен мектептемін. Мен оқимын. Бұның барлығы ауыспалы осы шақ. Біз қала сыртына тал егеміз. Бұл да үнемі қайталанып тұратын әрекет. Яғни біз бүгін, ертең, кешке, ары күні ғана емес, үнемі көктем келгенде үнемі қала сыртына тал егеміз. Жаңбыр жауады. Жаңбыр жауады, үнемі жаңбыр жауады. Ол ылғи да жауып тұратын процесс. Ол бүгін немесе ертең, кешке жауып, сонымен бітіп қалмайды. Ал ауыспалы келер шақ мынандай подсказкалар бар. Ертең, биыл, кешке. Мысалы, мен ертең мектепке барам. Бұл жерде, бұл контекстте менің тек қана мектеп оқушысы екендігім туралы емес, мен ертең мектепке баратыным жөнінде айтылып тұр. Біз биыл қала сыртына тал егеміз. Бұл жерде тал егеміз деген ауыспалы келер шақ. Кешке жаңбыр жауады. Бұл да ауыспалы келер шақ, өйткені кешке деген мына жерде үстеу тұр. Сонымен балалар түсіндіңіздер деген ойдамын. Ауыспалы осы шақ пен ауыспалы келер шақтың грамматикалық жағынан жасалуы бірдей. Міне етістіктерге қараңыздар, бірдей барамын, егеміз, жауады. Бірақ ауыспалы келер шақта мағыналық жағынан болашақта болатындығы байқалып тұру керек. Яғни оған көмекші подсказкалар, көмекші сөздер ертең, биыл, кешке сияқты немесе басқа да үстеулер тұрады. Өткен шақ дегеніміз не? Өткен шақ істің сөйлеп тұрған уақыттан бұрын орындалғанын көрсетеді. Өткен шақ мағынасына және тұлғалық белгілеріне қарай үшке бөлінеді. Жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ және ауыспалы өткен шақ. Қазір осы үшеуін талдап көрейік. Жедел өткен шақ. Жедел деген жылдам деген мағынаны білдіреді. Жедел жәрдем деп айтып жатамыз. Жылдам, тез деген мағына. Лезде. Жедел өткен шақ іс-қимылдың таяу уақытта, жақын уақытта, яғни орындалғанын білдіреді. Етістіктің түбіріне д, т қосымшаларының жалғануы арқылы жасалады. Мысалы, жазды, көрді, жаттықты, тербетті. Өтіп кеткен әрекет. Мысалы, ол жазды, ол жаттықты, ол тербетті. Бірақ д өте жедел. Жаңа ғана, кеше ғана өткен әрекет жөнінде айтылып тұр. Бұрынғы өткен шақ іс-қимылдың сөйлеп тұрған уақыттан бұрын, әлде қайда бұрын орындалғанын тұжырым түрде көрсетеді. Бұрынғы өткен шақ ғанген, қанкен жұрнақтары арқылы жасалады. Ғанген есімшілер. Мысалы, оқыған, жеткізген, жаттыққан, тербеткен, тағы басқа. Бұрынғы өткен шақтың болымсыз түрі үш түрлі жолмен жасалады. Ол жөнінде кейінірек айтамыз. Бұрынғы өткен шақ, бұрынғы өткен кезде осындай нәрселер болған екен тарихта, айтылған екен мынандай жырлар, осындай жаңағы дәстүр болған екен бұрында. Ол шын ба, өтірік па ешкім білмейді, бірақ бұрында бір осындай нәрселер болғандығы жөнінде. Ауыспалы өткен шақ іс-әрекеттің бірнеше дүркін, яғни жаңа жоғарыда айттық, ылғи да болып өткендігін. Бірақ ылғи да дәл қазір, ылғи осы шақта емес, ылғи бұрын өткендігін. Үнемі биыл бұрын жұмыс осындай жасалып тұрғандығын. Мысалы, ауыспалы өткен шақтың атын, етін, итін деген есімшін жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, хабарласатын, түсіндіретін, қостайтын. Бұрын менің досым хабарласып тұратын, немесе хабарласатын. Менің атам осындай ертегілерді айтатын. Яғни ол бір рет айтып қана қоймайтын, ылғи айтып отыратын. Менің әжем өстетін, осылай істейтін, осылай пісіретін тамақты. Ол бір ғана пісіріп қоймайды, ылғи да пісіретін, яғни қайталанып тұр әрекетке. Немесе айтып жатады, мына бала өсіп қапты, бұрын кішкентай кезінде жылай беретін дейді. Беретін, етін. Бұл да сол ауыспалы өткен шақ. Бір ғана рет жылап қоймайды, бұрын жылай беретін. Осымен балалар, оқушылар, шақ категориясы, етістіктің шақтары жөніндегі әңгімемізді тамамдаймыз. Сіздерге назарларыңызға алғыс білдіремін. Егер түсінбеген тұстарыңыз болса, осы шағыра, етістік, жалпы морфология жөнінде сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Мен әр сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын. Аман, есен болыңыздар.